Іс-сапарға немесе саяхаттауға жиналдыңыз ба? Алматыда бір тәулікке жалға берілетін пәтерлер. 24home.kz. Народное радиода Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең шілденің 24-не арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Топта. Махаббат майданында бәрі оңтайлы болады. Жағымды әңгіме немесе жаңа танысу сіздің көңіл күйіңізді де өзіңізді де бағалауды арттырады. Торпақ. Бұл келіссөздер іскерлік құжаттарға қол қою және маңызды кездесулер үшін тиімді күн. Өзіңіздің логикаңызға сеніңіз, енді ол сізге дұрыс шешімдерді айтады. Егіздер. Бір кездер үзіліп қалған қарым-қатынасты қалпына келтіру ықтималдылығы бар. Қазір іс қағаздарын жүргізуге қолайлы уақыт. Жақындарыңызбен ұрыс-керісті бастамаңыз күн сәтті болады. Шаян. Құпияларда шуға жоғалған заттарды табуға қолайлы уақыт. Қажетсіз және ескіргенді жаңартумен байланысты жөндеуді бастауға болады. Арыстан. Махаббат майданы жақсы жаққа өзгереді. Кейбір белгілердің өкілдері өздерінің жан серігін таба алады. Кәсіби қызмет саласындағы өзгерістер сізді күтеді, сондықтан ойша дайындалып қажет ақпаратты жинауға кірісіңіз. Бикеш. Кез келген жаңа бизнесті бастауға болмайды, олар ақымақтық пен пайдасыз болады. Егер сіздің мақсатыңыз шығармашылық болса, онда осы күнгі күштерді жақсылыққа пайдаланыңыз. Егер мақсаттар күмәнді болса, сақ болыңыздар. Таразы. Егер сіз өз қабілеттеріңізге сенімді болмасаңыз және қандай да бір жолмен қадам жасай алмасаңыз, шешімді біраз уақытқа қалдырыңыз, немесе билігіңіз жүретін адамдармен кеңесіңіз. Сары шаян. Денсаулығыңызға көп көңіл бөлуге тырысыңыз, көшеде жиі болыңыз, әсіресе туыстарыңыз бен достарыңыздың ортасында. Махаббатта тек жағымды эмоциялар күтіледі. Мерген. Жол бойында ұсақ мәселелер мен маңызды мәселелерді шешуге үлгересіз. Бұл күні жарақат алу қаупі артады, сондықтан экстремалды спортпен ашық ауада айналыспауыңыз керек. Тауышқа. Әріптестермен сондай-ақ кез келген тіпті принципсіз мәселелер бойынша бастықтармен келіспеушіліктер болуы мүмкін. Денсаулығыңызға ерекше мұқият болуыңыз керек. Су құйғыш. Басшылықпен және әріптестермен даудан аулақ болыңыз. Жеңіс сіздің тарапыңызда болмайды. Үнемі шағымданатындардан бір шақырым жерде жүріңіз. Бұл адамдар сіздің энергияңызбен қоректенеді. Балықтар. Отбасы мүшелерімен, әсіресе егде жастағы адамдармен дауласпаңыз. Осы кезеңде өткір тіліңіз сізге зиян тигізуі мүмкін. Бұл күні еліктіретін ұсыныстар келеді. Абай болыңыз. Шілденің 24-не арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода Жұлдыз жорамал.